Барлығына сәлем. Бүгін ешқандай да миксерді қажет етпейтін бір ғана жұмыртқадан жасалатын өте дәмді әрі жеңіл кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ғана жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысымызға жарып аламыз. Барлық ингредиенттерді бір пиала ыдыспен өлшейтін боламыз. Бір пиала қантымызды салып, венчикпен болмаса шанышқымен араластырып аламыз. Артынан дәл сол пиалайдай сүт құямыз және бір пиалай сұйық май құямыз. Төртеуін жақсылап араластырамыз. Қант кішкене еріді деген кезде бөлек ыдысымызға 2 пиалай ұнымызды және үстіне бір пачка разрыхтитель, яғни қопсытқышымызды салып, осы ыдыста араластырып аламыз. Жұмыртқалы масымыздың барлық жан-жағына жайып тұрып себеміз. Яғни бір жерге ғана сеуіп шықпаймыз, жан-жағына осы сеуіп шығамыз. Масымыз қатты қоюда, болмаса сұйықта болып шықпайды. Жұмыс жасауға ыңғайлы болып шығады. Дәл осы массадан 16-дай кек сүтіміз шығады. Арнайы формаларымызға бір ас қасықтан барлығына осы қамырымызды құйып шығамыз. Ортасына варенканы саламыз. Варенканы қараңыздар, дүкеннен осындай қоюы болғаны дұрыс. Бір ас шай қасықтан салып шығамыз. Үстіне тағы да бір ас қасықтан қамырлы масымызды салып шығамыз. Градусын 150-170 қылып қоясыздар, алдын ала қыздырып 20-25 минут пісіріп аламыз. Яғни пештеріңізді қарап отырыңыздар, жасы қызарған кезде ала берсеңіздер болады. Тағы да осындай жеңіл рецепттерді көргіңіз келсе, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.